Сәлем қазақ етіп, бүгінгі видеода мен типа 17 Pro Max-та болғандай OLX-ға объявление салам. Және де ол телефон шын өмірде жоқ телефон. Типа тауып алдым ғой, короче. И соған көп адамдар типа таласады, менікі деп ше, бірақ олардікі емес, өтірік айтып жатыр. Халявщиктер ғой енді. Солардың жазғандарын, не деп жазғандарын көретін боламыз. Так, короче, мен қазір телефоннан объявление салып жатырмын. И описаниеға Арбат жақтан тауып алдым. 24 күні кешкі 8-дерде иесіне қайтарып берем деймін. Болмаса өзім сатып жіберем, егер иесі табылмаған жағдайда. Бағасын саңдар деп жазып қойдым. Енді телефонда пароль тұрған жоқ деп жазып қойған соң адамдар ойлап қалсын, телефонда пароль жоқ, смело алып кете салам, менікі болады деп ше. Типа может быть, типа андай проверка жасау керек, типа ше. Телефон паролін айт, сол кезде саған берем деген сияқты, бірақ басқаша жолмен бардым мен. Еще один 17 Pro Max деп қоясың ғой, короче, ең высокий модель адам жарайды. Қандай мамонттар бізге жоғалатыны капец қызық. Так, мен салдым, и сразу 2 минуттан кейін маған біреу жазды, ассалаумағалейкум деп. Сендерге біртүрлі анда озвучка жасап беремін, скриндарымды, бірақ, короче, көріңдер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Брат, на iPhone менікі қалтамнан түсіп қалған сияқты, как раз таппай жүр. Точно сенікі екенін білу үшін қанша гигабайт iPhone екенін айтып жіберші? 512. Жоқ, iPhone-ның памятін сұрап жатқанын қалай кетсе, бірақ іштен кетпейді бізде по плану бәрі. Так что біз оған өтірік дұрыс деп жауап бере саламыз. Дұрыс. Айтып жатырмын ғой, брат, менікі деп бүгін көрісіп алып кетейін, рахметімді тұтам ғой. Брат, абойда екі ол сейсіп тұр ғой, сен андайсың ба не? Ода шаруаң болмасын, телефонды қайтар. Мынау 1 терабайттық iPhone екен ғой. Жоғал онда. Гений, просто гений. Мынау маған жазып тұрған бірінші адам, бірақ тыныш жыртылмайым деп өзімді әрең ұстап отырмын. Капец күлкім келіп отыр менің. Көп ұзамай бізге екінші адам жазған болатын, бірақ мен ойымша ол школьник сияқты ақшасы жоқ көрейік. 15 000-ге бола ма алсам, бары сол еді. Аз, давай хотя бы 50 000 қалып қал. 20 000-ге бересіз бе, коробкасы бар ма? Тауып алған болсам, қалай коробкасы болады? 20 000-ге берші пұжы. Любой адам 50 000 теңге деген кезде сразу жол оқып кету керек. 17 Pro Max қой, бірақ мына бала бізден коробкасын сұрап тұр. Жындыма, может оған защитный стекло жабыстырып берем, чехолмен бірге берем. Бля, жынды екен мына бала. Бұл айналайын Redmi емес қой. Алып кетсей десе 50 000 теңгеге жарайды, Redmi сатам деп тұрсам алмайсың сен. iPhone 17 Pro Max бауырым. Алла разы болсын, балам маған бере қойшы телефонды. Ақыры тауып алыпсың, ештен кейін кетпейді ғой. Тиктокта комментарияда хитпо кетіп еді, менің 5 балам бар, маған тегін бер деген. Тура сол әңгіме болып тұр ғой, короче, мына жерде ема. Саламатсыз ба? Қанша қаласыз? 5 000 теңге бар, немереме берейін дегенмін ғой. Жоқ, аз. Алаяқ телефонды ұрлап оны сатқың келіп тұрғанын білемін ғой. Сені әшкерелеймін. Осы кезде апаға бір прикол ұстағым келмеді, шын айтқанда ше, потом қойшы дедім да. И бізге одан кейін бір қызық персонаж жазды. Қайтарасыз ба? Қайтармасаңыз 102-ге хабарласам. Жоқ, сонда в натуре жоқ, бір өтірік iPhone үшін сотталып кетемін бе? Қойыңдар, осыны сұрайықшы, может, реально телефон жоғалтып алған шығар. Саламатсыз ба, точно сіздікі ма? Иә, менікі. Экраны сау ма еді? Иә. Дисплейдағы дәу трещина ше. Жоғалтып алған кезде сынып қалған шығар, жұмыс жасап тұр ма? Иә, қандай обой тұрған еді? Черный экран узорымен. Осы жерде, короче, ішімде тролль жатыр ғой. Сол реально алдағысы келген адамшы. Чисто контент үшін, давай көреміз деп шандай. Жазайықшы деп ішімде бір шайтан отыр ғой, короче. Аниме емес пе? Мүмкін аниме шығар. Сестренкім көп қолданатын. Қайтарып берейін, Арбат жаққа келіңіз, кинотеатрда жұмыс істеймін, директор Бекзат десеңіз кабинетімді көрсетеді. Жақсы, үлкен рахмет, барамын. Мына сөздерді жазып алғаннан кейін мен ұялып отырмын, натуре, бля, бекер шақырдым, может сандалып қалады менің кесірімнен деп. И ол, короче, 1 сағаттан кейін маған жазып тұр, ғой мен келдім деп. Жодан ба? Мен келдім, Бекзат деген адам жоқ дейді. Бұл саған сабақ болсын, өтірік алдауға және наивный болмауға болмайды. Жоқ болсанда натуре бар.
жоқ директорды, оған қоса жоқ айфонды іздеп менікі деп реально дәметіп барды ма, сонда мен түсінбедім. Ема в натуре сабақ болсын, анау сабақ болу керек қой, сабақ болатындай нәрсе ғой. Прикинь, сенің кринж историяңды сұрайды да, типа достарың ше, мен осындай жоқ айфонға реально дәметіп барғам дейсің ба. Айтады ғой орыстар, бесплатный сыр, только в мышеловке деп. Так что, блин, хума. Әрине барлығы бұндай тупой адамдар емес, енді шындығына келген кезде арасында маған да прикол ұстап тұрған адамдар болды, енді өтірік айтпау керек. Ненің етімен? Қалай ненің етімен? Шатасып кеттіңіз ау? Шавқат братан, срочно қарастырсын деп жатыр, айфонды әкеліп таста. Қазір тиктокта тренд болып жатыр ғой, білесің ба, Шавқат өзінің суретін тұрады да видео салады ғой, и астына комментарий топырлап жазады ғой, тура сол болып тұр ғой, короче. Разнара шығайық отсам айфонды маған бересің. Мынау, короче, уже колесадағы бір-біріне жазатын перепискалар ғой, бля, андай мынанша қалып кетейік, разнара шайық деген шақты. Бля. Жестко прикол ұстап отырсың ғой, явно. Негізі, короче, жазып жатқандар өте көп, бірақ именно барлығын бір видеоға сыйдыра алмайсың никак ше. И поэтому егер де келесі частьта шықсын десең, смело білесің ғой не істеу керек екенін, лайк, подписка, комментарий. Егер маған типа сол обратный связь келсе, смело мына жерде видеоларды, то есть перепискаларды хоть 10 часть қылып шығарсаң да болады, по сути. Бірақ қазақтарға бұл қызық па.